Ассаламуалейкум, құрметті құлагер көрермендері, қалдарыңыз қалай? Бізде Аллаға шүкір бәрі жақсы, аман есен жүріп жатырмыз. Сіздер қалайсыздар, жақсыздар ма? Бізде осында жаңалық болып жатыр. Алдында кеше пикникке шыққанбыз. Көкпар ойнайтын палуандармен және артымызда ілесіп атқа мініп жүрген жас балалармен пикникке шығып жақсы демалдық. Сол кезде Абдурахман ағаның жиені Дәурен звондады ғой. Сол жирен айғырда үш байтал алып жүрді ғой, екеуі туды, екеуі бие, енді бір байтал қалып еді туатын. Құлындау керек еді. Құлағы сол көптен күтіп жүрдім былай қарап, қашан құлындайды екен деп. Сол кеше звондап тұр ғой, құлындапты деп. Құлағы құлыны бар деп. Соны қарауға келе жатырмын. Қазір дронмен қарап алатын болам, қаяқта жүргенін. Сосын баратын боламын. Алыста емес, ол жақын жерде жүреді, негізі олар. Қарап алу керек. Ал кеттік. Алхамдулилля, тапқан сияқтымыз. Мына қарап тұрмын. Мына жерде үй салынады болашақта. Уже салынып жатыр жайлап. Осы жерде жүрген сияқты. Осы деп тұрмын алыстан қарағанда. Қазір жақындап қарайық. Так. Соларға ұқсайды ғой. Так. Біздің құлағайды, мынау басқа ғой. Мына жүрген сияқты осы. Ешана көргеніміз басқа. Басқа қайт қалып жүрді құлақ. Жоқ, осы. Машалла. Алхамдулилля. Жүріп тұр, денсаулығы жақсы екен. Торға келеді түсеті. Өскенде құлап алатын бар. Алхамдулилля, Аллаға шүкір, шауып тұр, машалла. Алхамдулилля. Осын күтіп жүргем. Енді бір бие қалып, шырам жирен айғырда. Так, қалғандарын қарап қайтайын бар. Так, екеу мін тұрған сияқты бірге. Шу тұрғым жерде. Мына жерде көбейік, оны сиырды ойласам. Мына ала, көк. Қарабайық. Аман есен жүр екен. Машалла. Бармасан соқалар бар ма жерде. Осындай жаңалық бізде. Қазір қастарына барып қарап кетем. Ütsa. Қазір барып қарап кету керек. Ажана Момбан ауылы. Большой Ганюшкин дейді. Қазір барамыз иншалла. Алхамдулилля, біз келдік. Күтпежеле бара қойық. Мына осы жерде жүр. Машалла. Алхамдулилля. Көркімендер. Аллах бере көрсін шұқыларға. Машалла, қалайсыңдар? Осындай жағдай бізде. Алхамдулилля, Аллаға шүкір. Так, қандай қылым тудың сен? Еркек бар қашыма? Так, мынау күреңдікі еркек. Қаралау келген. Цеті бұртетір келген. Цеті еркек. Аланың көрғашы. Арғаш олын. Ала негізін көк. Көрінбей тұрған бар негізін. Ала мұны. Аласы дүс көрінбей тұр. Қысқа қарай көрінеді. Машалла. Мынау құла бие 20 жыл туған. Бойкының үйірінде жүрді. Бойкі деген үстіне секіріп артылып несін артқы жағын айырып жіберді. Құртап кетті білет. Соны өз қолмен тазалағаным бар. Сол видео қалса, иншалла, осы видеоға саламын ютубқа. Шықтық.
Açış foto video. Біреулерге жібереміз. Ал кете ма жігіттер? Мықты жігіттер. Жаке, ассалаумалейкум. Қалай жақсы ба? Ну дейтін, қараңызшы мынаны жұрт жүрген ғой. Тай байтал ғой. Мына кете ма құрттап жатыр қазір? Мына жерін жұрт жүрген сияқты. Негізі видеоға түсірдік, қалса. Алхамдулилля. Құлын кезінен көз алдына өскен, осы есімде бар. Құлын кезінде фотосы бар, соны сіздерге көрсетерім. Қазір осы тіркеп қоярым видеоға. Анам кішкентай құлақ қылдым. Тип. Машалла. Алхамдулилля. 7-8 құлын бар екен, так? Біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу, алтау, жетеу, 8 құлынды. Алхамдулилля. Шырам, алхамдулилля, жақсы айғыр. Биелері төлдеу өте керемет. Және бұлар тыныш жерде жайлады, бір бақытта. Бірақ мына жерге үй салып отыр, енді мына жерде кететін бар. Болашақ мына жер район болады, үй болады, ауыл болады мына жер. Мына жерде жайлай алмайды ғой енді. Алхамдулилля. Бізде сонда жаңалық. Соны Қарақбеттеуге келдім. Дәурен бауырым звондағасын. Осы екеуінде де құлындағанда Дәурен звондады маған. Екеуі де құлындады деп. Өзім келіп қарағанда көрмеймін. Мен күнара күнде қараймын негізінде осыларды дронмен қарап аламын. Жалпы күнара жылқы қараймын, көбінесе видеоға салмаймын, дронмен қарап аламын. Осы құлабиені көптен күтіп жүрдім. Қашан туады екен деп, іші үлкен болып жүріп туайын деген, туатын биге келіп тұрды да, бірақ ойлаймын, неге тумай жүр екен деп. Енді Шырамда, Жирен айғырда қара бие қалды, ол енді туу керек екен бұйыртса. Бұрын туған бие, құлындаған бие. Мен уайымдадым, негізінде күнде қараған себебім бірінші құлындауы, сол себептен қарадым тексеріп. Бір жерде құлын шықпай қалуы мүмкін, жаңа байталдар болады, құлын туа алмай қалады, жаңа қыстырып қалады. Сондай өліп қалмасын деп күнде қарайтын болдым. Аллаға шүкір, аман есен бәрі жүр екен. Жайылып, Аллах бере көр барға. Машалла, рахмет бар сен. Машалла жуас екен ғой. Сол кет басқа жылқыларды да қарайық бар. Бойкілерді қарап кетейік бар. Сонда жаңалық бізде ал кеттік. Иншалла ақбақайлар жүр жерде, төрт болып. Аллаға шүкір аман есен жүр екен. Қалайсың ақбақай, жақсысың ба? Тыныш па бәрі? Ішінде бір құнаным жоқ, ол ана аласы бар, ішінде тағы бір саяқтар ол, үш басы соған қосып кетті, ол сон жақта жүр ол. Ол басына дұрыс ілесе алмады бұларға. Мейрамбек палуан үйретіп келді ғой, сол кезде қосып апарып тастадым ғой. Алдыңғы видеоларды көрсеңіздер, мен жайдақ мініп апарып қосып жібердім ғой. Сол күні келесі кешке қарай бөлініп кеткен. Бәрі бірге араласып жүріп кетеді бірге. Ақбақай деген бұлар жолаттырмайды, себебі ала ұрғашы ғой. Ұрғашы тай болғасын, кішкентай шешесін жетім алып қойғасын. Сол себепте қоспайтын. Ажандағысы тайды да оны қумайды, себебі ол кішкентай аламен бірдей. Құлақ асқа енді бірге өсті, бірге досы, оның бауырлас болған бір-біріне. Сол себептен қумайды. Басқалар келсе қуат үйір ұстап жүргенде жүр ғой қазір. Осы жүргенде. Енді бойкаға болса, бойканы қарап кетейік бұл жерде. Бұл жерде еще Шырамда жүретін, Шырам айғырға болса қарап кетеміз осы жерлерде. Дальше кете береміз енді. Мына ақбақайлардан асқаннан кейін бұл жерде Шырам айғыры, Жирен айғыр. Осы жерде жүр, қазір жайылма суда жайылып жүр. Сіздер көріп тұрса қазір дронмен түсіреміз жайлап. Көріп тұрсыздар ғой. Осы жерде жайылып жүр. 9 құлын, ешқандай өзгеріс жоқ. Бәрі аман есен, осылай жайылмада су жайылып жүреді. Так, осы биемді күтіп жүрім. Қара кер, қашан құлындайды екен деп. бұйыртса құлындайды ғой. Ал қаласа енді құла байтал
құлындады. Осыны күтеміз енді бұйыртса. Осыдан жақсы хабар күтеміз. Бәрі аман есен түгел. Құлындар бәрі аман есен сау. Осы жерден бері көптен бері жүр негізінде. Бір 2 аптада болған бар осы жүргеніне. Алхамдулилля. Енді жайлап құлап бойканы тауып алу керек, бойка жүрсе. Қарап ал кеттік, бойканы іздеп қайтамыз. Мына алхамдулилля бойканы өздері жүр екен үйірлері. Құла бие, құла құлынымен, және тай байталымен Аллаға шүкір жүр екен. Бір байтал үйде ғой бойканы. Мына бойкының өзі алхамдулилля аман есен жүр. Сегіз бас болып, құлынмен 10 бас. Так. Аман есен екен бәрің. Байталар өсіп болған. Мына байтал Сұлтан деген бауырымдікі. Соны қостық. Соны білесіп жүр екен, Аллаға шүкір. Асы деген таңбасы бар. Менің ана ертең берді видеоға қара байталды әкеліп қосам ғой. Аллах қаласа. Сонда 9 бас болады. Арғай бауырлардың жылқысын қарап қайтайын. Ана саяқтарды қарап қайтайын ішіндегі шо. Нем бар ғой менің, құнағым бар ғой жерен. Кеттік дәл шарға жүре берейік. Мына бойкілердің қасында Бауыржан бауырымның Рембазда тұратын жылқысы жүр екен үйірі. 2 биесі бөлек тұр. Мына 1 бас, 2 бас, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 бас түгел жүр. Так, 3 құлын болу керек ішінде. 3 құлын жүр. Аллаға шүкір түгел. Мынау Бауыржан бауырымыздың үйірі. Аллах берекелі берсін. Бәрі бірге жүр бәрінің үйіріміздің. Тимка бауырымыздық болу керек. Азамат деген бауырым бар, соның жылқысы болу керек жерде. Бауырлардың жылқысы бір жерге жиналып қалған ғой, Аллахтың қалауымен. Қазір қарақ қайтайық, дәл жүре береміз. Мына саяқтар мында жүр. Менің құнағымның қосылып кеткен. Қазір соған қарай келатырмыз. Мына осы жерде жүр екен, Аллахтың қалауымен. Машалла. Уже пикникке шықтым, шашлик жарили, да, здесь. Мына Аллаға қалауымен тауылды. Так. Ортада жатыр ғой, аланың алдында сол. Шымбат деген бауырымыз бар, соны кім мынау үлкені? Сый деген Ала азаматтікі. Алхамдулилля, бірге жүр. Жақсы, мұ жерде азаматтың бауырымыз үйір көрген жоқ. Сұлтан бауырымыздың үйірі бар еді, сол да көрген жоқ. Тимканікі да көрген жоқ. Қарақ бараймыз, бұл атса сүреміз ол. Кеттік ақ дәлші. Мынау Тимканың үйірі. Осы жүр екен, күн бұл түсіп кетті. 1, 3, 6, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 бас. 3 құлын. Алхамдулилля. Кеттік дәлші кете береміз. Алхамдулилля. Мынау жылқының осы жаңа қараған жылқының бәрі осы жерде жүр. Осы айналған бәрі су. Жылқының бәрі бізде суда жүреді көбінесе. Көріп тұрғандай, осы дронмен қарап аламыз. Тек азамат бауырымыздың ерін көрген жоқ, біз жерден көре алмадық. Сұлтан бауырымыз көре алмады, Сұлтан бауырымыз арқай жүреді, негізінде бермен қарай көп келмейді. Сол Аллаға шүкір, аман есен, бәрі жүр екен. Сол жайлап үйге қарай кетеміз. Бүгінше шаруа бітті. Алхамдулилля, Аллаға шүкір. Сіздерге құлагер каналы ұнап жатса, лайк бас, комментарий жазыңыздар, пікірлерін жазып кетіңіздер.
дронмен жылқы қарауға ыңғайлы негізінде. Айдауға келмейді, бірақ қарауға, түгендеуге келеді. Уақытыңды жеңілдетеді. Мысалы, мен машинамен бір бұрышқа тұрып алдым. Негізінде биіктеу жерге тұру керек тұрған кезде. Тұрғаннан кейін сіздің қарап аласың жан-жақтан. Жоғалған малың болса, биіктеу жерде тұрмайтын болсаң, сайда, онда сейіт дұрыстамай қалады. Биіктеу тұру керек. Осылай жылқы қараймыз біздер. Бәрі аман есен түгел. Аллаға шүкір. Осында видео. Осында етіп жылқы қараймыз. Амандықта кездескенше аман болыңыздар. Ассаламу алейкум баршаңызға.